Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесінің сәулеттік нысандары елорда келбетіне жаңаша көрік беруге тиісті. Және ол тек Астананы ғана емес, бүкіл елімізді әлемге танытатын бірегей жоба болуы қажет. Бұл туралы бүгін Ақордада өткен Астана Экспо 2017 сәулеттік жобасының таныстырылымы барысында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев айтты. Adrian Smith Gordon Gill Architecture компаниясы ұсынатын сәулеттік кешенде баламалы қуат көздерінің зертханасы, бизнес кеңселері мен қонақ үй, 3000 орындық конгресс-холл, ашық эстрада, тұрғын үй нысандары және серуен алаңы орналасатын болады. Елбасы сәулеттік жобаның тұжырымдамасын мақұлдады. Ақордадан әріптесім Жігер Сәрсенов әңгімелейді. Биыл Астана Экспо 2017 көрме кешенінің құрылыс жұмыстары басталады. Ал Adrian Smith Gordon Gill Architecture ең мықты деген 50 үміткердің арасынан іріктелген бас сәулет компаниясы. Елімізді қойып, тмд аумағында тұңғыш рет өткізілетін абыройлы шараға ендеше екпінді ерекше болмақ. Біздер үшін, Қазақстан мен қазақтар үшін бұл үлкен абырой. Біріншіден дүние жүзінде өткізу. 2 миллион адам келеді. Оларды қабылдау, көрсеткізу бәрін біздің алдымызда тұрған үлкен міндет. Бұл тек қана Астанаға жасалып жатқан нәрсе емес, бүкіл Қазақстанға, бүкіл Қазақстанның дәрежесін жаңа технология жағынан, құрылыс жағынан үлкен бір деңгейге көтеріп жіберетін уақиға деп санау керек. Биіктен жел диірменін көз алдыңа келетін Экспо кешенінің сәулеттік жобасы атына заты сай міндетін қатар орындамақ. Яғни ондағы әрбір нысан тұтынатын энергиясын өз өндіруге атсалысады. Adrian Smith компаниясы межелеген мақсат та сол. Компания әлемдегі ең биік 12 ғимараттың 5-еуін тұрғызумен шектелмей, оларды қуат үнемдегіш сипатымен да әйгілеп үлгерген. Он единственный человек в мире, который Эдриан әлемде ең биік ғимарат тұрғызудан 2 мәрте әлемдік рекорд жасаған адам. Оның бірі Дубайдағы 1 шақырымдық Бурдж Халифа және Сауд Арабиясындағы Kingdom Towers ғимараты. Сондай-ақ ол жақында ғана Гуанчжоуда Pearl River ғимаратын пайдалануға берді. Бұл әлемдегі ең алғаш энергия үнемдегіш зәулім нысан, яғни тұтынған энергиясынан анағұрлым артық энергия өндіреді. 25 to 40%. Біздің жобамызға сәйкес қуаттың 48% ғимараттардың дизайн есебінен үнемделетін болады. Яғни нысандар құрылысқа энергия үнемдегіш материалдар мен қаптамаларды пайдаланудан бөлек өздері де қуат өндеуге үлес қоспақ. Демек, компаниямыздың пәлсапалық мәні де осыған саяды. Экспо кешені әлемдік көрме алаңы міндетін орындаумен шектеліп қалмайды. Нұрсұлтан Назарбаев оны болашақ ел игілігіне жарата білу мәселесін тағы да қайталап айтты. 83 гектарлық аумақта баламалы қуат көздерінің зертханалары, сауда нысандары, қонақ үй, бизнес кеңселері, 3000 орындық конгресс-холл, ашық эстрада және Назарбаев университетімен жалғайтын 500 метрлік серуен жол орналаспақ. Осындай үлкен комплекс өзін өзі электр қуатымен қамтамасыз етеді. Мынаның ішінде үлкен лабораториялар болады. Мұнаның барлығы студенттерге жұмыс істейтін зертханаға айналады барлығы. Және халықтың баратын жері болады, демалатын жері болады, үлкен сауда орындары болады ол жерде. Жалпы демалып, қыстың аязында да жүретін және сол жерде тұрғын үй алатын жағдайлар болады. Сондықтан бәріміз бірігіп жұмыс істейік. Adrian Smith'тің айтуынша кешен құрылысына негізінен сыртқы ауа температурасы мен шудан қорғайтын 2 қабатты төзімді шыны пакеттер пайдаланылады. Ондай материалдар Сеул ғимараттарында қолданылыпты. Дегенмен елбасы көпке созбай құрылысты бастау қажеттігін қаперге салды. Жалпы алғанда сәулеттік жобаның тұжырымдамасын мақұлдайтынын айтты. Барлық Қазақстанның өңірлері осыған қарап өсетін болады. Айтып отыр, мына кісілер бүкіл дүние бізге қарайтын болады. Қалай жасау керек екен. Екінші жағынан қаланың дәрежесінің деңгейін көтеретін болады. Сондықтан жақсылап өткізу, дайындалу барлығымыздың, үкіметтің де, президенттің де, қаланың да, басқа барлық мекемелердің алдында тұрған үлкен міндет. Сол міндетті жақсылап орындасақ, елімізді тағы бір үлкен деңгейге көтеретін боламыз. Ақордадан Жігер Сәрсенов, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана.